Сәлем достар, бүгін мен осындай ерекше шоппер тіктім. Оған себебі осындай Pinterest'тағы әдемі фотолар. Бұл шоппер тек сумка емес, осындай ручная вышивкамен тігілген. Соны қазір осы видеода көрсететін боламын. Бізге ең алдымен мата қажет. Менде мата әрине шопперім менің көлемі үлкен болған жоқ. Бар матадан тіктім. Сіздер өздеріңіз размерін кішкене кеңірек, үлкенірек қылып алсаңыздар болады. Мұнда менде ұзындығы бір 83 сантиметр болды, ал ені бір 24 сантиметрдей болды. Шопперімді осылай ортасына, алдыңғы жағына вышивка жасау үшін осындай сурет салатын боламын. Мен осы жолы лаванда гүлін таңдадым. Сол гүлдің қазір суретін салып жатырмын. Одан кейін бізге бұл кестемізді тігу үшін кәдімгі қарапайым мулине жібі керек. Одан кейін ине, кішкене сол вышивкаға арналған үлкенірек ине қажет. Одан кейін осы матамызды керіп қоятын құрал қажет болады. Қазір видеода барлығын көрсетемін. Қажетті суретімізді салып болғаннан кейін осындай пяльцаға біз матамызды қойып, керіп, жақсылап матамызды керіп аламыз. Кестелеуге қарапайым мулине жібін қолдандым. Сол мулине жібіміздің ортасынан 3 ерім қылып бөліп аламыз. Жіп қатты қалың болмас үшін, одан кейін инемізге кіргізіп, қазір кестелеуді бастаймын. Бірінші осылай жасыл жіппен біздің гүліміздің сабақтарын тігіп алатын боламыз. Бұл жерде мен 2 методты көрсетіп жатырмын. Негізі былай интернетте өте көп түр-түрімен қандай түрін қолдансаңыз да өздеріңіз білесіздер. Қазір мен тек осындай түрін қолданып қоймай, келесі видеода басқа да түрін көрсетемін. Негізі тоқылу әдісі өте оңай.
Қазір міне осы видеода басқаша әдісін көрсетіп жатырмын. Мынау жапырақты тігу әдісі. Осылай жіпімізді керіп ұстап тұрып, жапырақ аяғынан басына дейін жүргізіп, осылай жіпімізді тартып, қазір тағы да астына қарай өтетін боламыз. Біз осы лаванда гүлімізді де барлығын сол әдіспен тоқитын боламыз. Осы видеода да жапырақты тоқу әдісін қолдандым. Бірақ мұнда жіпті ортасынан ажыратып алмай, сол қалыңдықта кестеледім. Дәл осы әдіспен барлық гүлдерімізді кестелеп шығамыз. Міне біздің кестеміз дайын болды. Ендігі кезек шоперді жинау. Сумкамызды осылай бір-біріне қаратып, оң жағынан тігіп аламыз 0,5 сантиметрмен кішітінен. Одан кейін қазір сол сумкамызды артық жерлерін кесіп қиып алып тастаймыз да, солға қаратып 0,5 көлемінде жаңағы біздің тігілген тігісіміз көрінбейтіндей етіп тігіп шығамыз. Екі жағын тігіп болғаннан кейін осылай сумкамыздың астыңғы бөлігінде
осылай ортаға центрына қойып тігісті 2 см көлемінде тігіп алдым. Артық жерін кесіп тастадым. Шоперді оңға қаратып аламыз. Жаңағы тіккен бұрышымыз осындай әдемі шопердің формасын беріп тұрады. Шоперіміздің бас жағын осылай 2 сантиметрден 2 рет бүктеп, булавкамен қадап алып, 3 сантиметр көлемінде тігіс жүргізіп шығатын боламыз. Одан кейін осы тігісімізге параллельно тағы да 0,1-0,2 мм көлемінде бастырып, екінші тігісімізді жүргізіп шығамыз. Келесі біздің шоперіміздің 2 үлгішін жасау үшін бізге осы матамыздың көлемі ұзындығы 80 см, ал ені 8 см етіп осылай матамызды оңға қаратып 1 см көлемінде тігіп шығамыз. Содан кейін артық жерлерін 0,5 мм етіп қалдырып қиып шығамыз. Кейін осы жолағымызды біз оңға қаратып алып, бастың аяқ жағын ішке қаратып тағы да тігіс жүргізіп аламыз. Кейіннен үтіктесеңіздер болады. Мен бірақ осы видеода үтіктемей, тек қолмен реттеп отырып, бастырып тігіп шықтым айналдыра осы ілгішімізді. Одан кейін оны шоперімізге тігетін боламыз. Екінші үлгішімізді де дәл осы әдіспен тігіп шығатын боламыз. Қазір шоперімізді шеткі тігісінен осы ортаға қарай 3,5 см көлемінде белгілеп алдым. Ішінен сыртынан соған қазір үлгішімізді қойып, тігіп әдемелеп, үзіліп кетпейтіндей жақсылап тігіп шығатын боламыз.
Міне біздің шоперіміз осылай шықты. Әрине көлем жағынан бұл кішкене узкий шопер болды, бірақ сонда да жаздың күні жеңіл желпі заттарыңызды салып жүруге өте ыңғайлы және әдемі ерекше көрінеді. Видео ұнаса каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.